Сәлем баршаңызға. Бүгін біз осындай ажурные блинчики жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бізге айран қажет болады. Айран міндетті түрде бөлме температурасында болу керек. Айранның үстінен соданы салып, жақсылап араластырып, бір 5-10 минутқа қойып қоямыз. Айран мен сода екеуі реакцияға түсу керек. Содан кейін үстіне 2 жұмыртқамыз салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін үстіне қантымызды салып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей араластырып болдық. Енді үстінен сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнымызды осылай бөліп, аз-аздан салып отырамыз. Барлығын бірден салып жібермеңіз. Міне осылай аз-аздан салып отырып, жақсылап араластырып аламыз. Біздің қамырымыз қою болады. Араластырып болған соң үстінен міндетті түрде ыстық суды құятын боламыз. Су қайнап тұрған ыстық болу керек. Суды құйғаннан кейін тездетіп араластырамыз. Өйткені қамыр ыссы судан пісіп қалуы мүмкін. Сондықтан да жылдамдатып араластырып аламыз. Міне қамыр дайын, осындай сұйық болып шығады. Енді тапамызды қыздырып аламыз. Оттың астын міндетті түрде қатты ашып қою керек. Табамызға аз-аздан май құйып, осылай блиниларымызды құйып жасайтын боламыз. Мінекей екі жағын алмастырып, осылай блинimізді пісіріп аламыз. Блинилар өте әдемі болып шығады, осындай кестелі болып, ажурный болып шығады. Міне осылай пісіріп аламыз. Газдың астын басып қоймаймыз, қатты ашық тұру керек. Мінекей біздің блиниларымыз дайын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, кестелі болып шығады.